Вали анан дұрыс айтады. Кола зиян. Коланы неге ішуге болмайтынын білу үшін біз зертханаға барамыз. Барамыз ба зертханаға? Тәжірибе жасаймыз. Балалар, біз қазір сендермен тәжірибе өтеміз. Ол тәжірибені жасау үшін бізге таза су, ал мынау кола. Таза су мен кола керек және 2 шарик керек. Алдымен біз қақпағын ашамыз. Шарикті коланың өзектеріне кигіземіз. Және суды өтеміз. Мені су керек? Мені кола керек. Қапыда шайқаймыз. Айналдырып шайқаймыз. Айналдырып айтыңыз. Қандай? Суда газ жоқ, таза суда газ жоқ. Сондықтан шаригіміз үрленеді. Ал коладағы шарик неседі? Үрленді. Неге өзгересің? Колада газы бар. Сондықтан шаригімізді сап көрмеші. Үрленді. Көрінді ме? Коланы көп ішсеңде іштерінде сіңірді болып үрленіп кетеді. Іштерінде ауа жиналып, іштерін ауырады. Сол үшін не істейміз? Коланы ішуге болады екен? Жоқ. Болмайды, дұрыс айтасыңдар. Ал балалар, тәжірибе алып жатыр ма сендерге? Олай болса, тағы бір тәжірибе бізге. Ол тәжірибеге бізге жұмыртқа керек екен. Бір ыдысқа кола құямыз. Ал екінші ыдысқа не құямыз? Таза су құямыз. Енді жұмыртқаны абайлап саламыз. Жұмыртқаны алыңдар. Жұмыртқа батып көргеннен көп құяйық қаламыз. Кішкене күтейік. Енді көрейікші, жұмыртқаларымыз өзгерді ме енді? Қасықпен алып көріңдерші. Абайлап алып. Шығарып көрейікші. Қарашы жұмыртқа. Айырмашылық бар ма екен? Басын көтереміз. Айырмашылық қандай жұмыртқалар? Өзгерді ме жұмыртқаларымыз? Вали, сен жұмыртқан қандай болып кетті? Қоңыр. Вали, дұрыс айтасың, қара, сенің жұмыртқан қоңыр түсті болып кетті, иә? А Динаның жұмыртқасын түсі өзгермепті. Бала, бұда не түсі болады екен? Кола қандай зиян келтіреді біздің тістерімізге? Тістеріміз де жұмыртқа сияқты қандай болып кетеді? Қоңыр, сарғайып кетеді, иә? Сол үшін коланы ішуге болады екен? Жоқ. Коланы көп ішсеңдер, тістерін сап-сары болып кетеді. Ұнады ма сіздерге тәжірибе? Ал балалар, көрдіңдер ме? Коламен көптеген тәжірибелер жүргізуге болады екен. Соның біріне бізге осындай жалғыз дәрімен ментос деген сағыз қажет болады. Ол сағызды коланың ішіне салса, қандай әсер болатынын бақылап көреміз бе? Қызық болады екен. Қараңдар. Сендер де салып көріңдер. Көпіршіктеніп, атылады екен, кола тасып кетеді екен. Әке, бізге қызық болып жатыр. Коланы таңда не істесе болады екен. Ой, бала, қызық болып жатыр, онда тағы бір тәжірибе жүргізейік. Міне қараңдаршы, сендердің алдарда тиындар бар екен, иә? Осы тиындарды мен алып көріңдерші. Көрмей ме тиындар қандай кірленіп қалыпты, дақ басып кетіпті, иә? Кола осы дақтарды жойып тастайды екен. Көреміз бе? Иә. Сендерге коланы құямын. Тиындар іштерінде кішкене жата тұрса, кола дақтардың бәрін жойып тастайды екен. Қараңдаршы, дақтар жай кетіп жатыр екен, иә? Енді осы тиындарды шығарып көрейікші. Таза болды ма екен? Қасықпен алып шығарып көрейік. Қасықпен алып шығарыңдар тиындарды. Енді тиынды алып, сүртеміз тиынды. Сүртеміз, тазалаймыз. Сүртіп тазалаймыз. Сүртеміз. Тиынды мына жерде тұрады. Таза болды. Мені қарашы, тиынды қандай болды? Таза. Дақтар кетті ме екен? Иә. Дақтар да кетіп қалды, көрдіңдер ме? Коланың зияны да пайдасы да болады екен. Үй жағдайында да осындай кір заттарға коланы құйып қойсаңдар, кола осындай дақтардың бәрін жойып тастайды екен. Балалар, біз бүгін немен тәжірибе жасадық? Коламен. Анашым дұрыс айтады, кола бізге зиян. Біз кола ішіп, тісіміз сарғайып кетеді. Иә, біздің ішіміз үрленіп кетеді.
Келесі жолы бұдан да қызықты тәжірибелер жүргіземіз. Мұндыр сері қызы бізге тәжірибе ұнады. Рахмет сізге.